Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын және де қазіргі жеміс-жидек арзан кезде осындай малина, ежемалина қосылып жасалатын пирог рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирогымыз үшін ең алдымен ыдысымызға қантымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз аппақ және 2-3 есе үлкейген болуы қажет. Осындай масса болған кезде осы дайын болған жұмыртқа мен қантымыздың үстіне еріп тұрған сармайымызды саламыз және де тағы да бір араластырып аламыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақ 20%-дан жоғары болу керек, немесе 20%-лық болады. 15%-лықтарды қоспаймыз, себебі ол өте сұйық болып келеді. Қаймағымызды қосқаннан кейін де осылай жақсылап толық араласқанға дейін миксерлейтін боламыз. Және осы массаның үстіне разрыхлитель ұнымызды салатын боламыз соңғы кезекте. Және ұнды осылай 2 бөлікке бөліп, толық араластырып саламыз. Қопсытқышымызды да ұмытпаймыз. Біздің массамыз осымен толығымен жасалып болды, яғни дайын болды. Енді массамызды пісіретін осындай ыдысымызға алдымен жарты бөлігін орналастырып аламыз. Құямыз, яғни өстіп құйып, бетін тегістеп алғаннан кейін дайындап қойған ягодаларымызды, яғни жемістерімізді саламыз. Мен қатырылған малина мен ежемалинаны қолдандым. Алдын ала ерітіп, соктарын сығып аламыз, себебі езіліп пирогымыздың ортасы шикі болып қалуы мүмкін. Свежий малина болса, онда ерітіп сығудың қажеті жоқ, яғни ол құрғақ болып шығады. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Осымен қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, пирогымыз биік, ортасы толығымен піскен және де өте нәзік болып пісіп шықты. Әдемілеу үшін бетіне қант ұнтағын септім. Қалауыңыз бойынша шоколад немесе басқа заттармен әдемілеуге болады. Пирог өте ерекше болды. Барлығына ұнады отбасымызға. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеода көрінгендей өте нәзік болды. Және де менің каналымда бұдан да басқа көптеген рецепттер бар. Каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі рецепттерімді жоғалтып алмас үшін қоңырау белгішесін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.